Платформа осы түрде көрінеді. Кіру кнопкасын басамыз. Тіркелген болсаңыз, атыңыз бен логиніңіз жазасыз. Ал бұрын тіркелмеген болсаңыз, тіркелу кнопкасын басасыз. Тіркелу кнопкасын басқаннан кейін, соответственно, мынандай ұяшықтар шығады. Атыңызды, құпия сөзді өзіңіз ойлап табасыз және телефон нөміріңізді жазасыз. Сіздің есіміңізбен бұрын біреу тіркеліп болған болса, есіміңізге 001 немесе 007 деген сияқты сөз қосып жіберіп тіркелсеңіз, сіздің алдыңызда біздің платформаның басты беті шығады. Жай ғана тіркелетін аккаунтпен кіргендіктен маған көп нәрсе көрінбей, сол себепті мен қайта өз аккаунтыммен кірдім. Бірінші ашық анимация дегенді бассаңыз, осыңызда бірінші бастауыш және жоғарғы сыныптар анимациясы шығады. Кез келген бірінші сыныпта таңдап көрейік. Кітап бойынша тақырыптарыңыз шығады. КТП бойынша қарасаңыз, бір тақырыптың өзіне 5 бірдей анимация түріндегі тапсырма салынған. Келесі біреуін көрейік. Мысалы, 5-ші сыныптың натурал сан деген тақырыбына 4 түрлі анимация салынған екен. Келесі ұяшық бізде қымыжы деген окошко. Қымыжыны бассаңыз, соответственно, тағы да сыныптар шығады. Сыныпты бассаңыз, өзіміз үйреніп қалған ұзақ мерзімді жоспар түрінде тұрады. Дәл керек тақырыбыңызды таңдап, скачать деген оң жақтағы кнопканы көрдіңіз. Скачать кнопкасын бассаңыз, сол мезетте скачать етіліп, қымыжыңыз дайын тұрады. Келесі окошко бізде презентация деген окошко. Презентацияда тура осылай КТП бойынша тақырыптарға реттеліп қойылған. Кез келген бір сыныпқа кіріп, тақырыпты таңдайтын боласыз. Тақырыптың оң жаққа қарай тартсаңыз, скачать кнопкасы тұратын болады. Скачать деген кнопканы басатын болсаңыз, дайын презентация скачать етілетін болады. Мына жерде архив түрінде тұр, бір ғана тақырыпқа 3 бірдей презентация қойылған екен. Келесі окошко бізде квиз ойындары деген окошко. Бұл жерде 700-ге жуық тақырыптық тапсырмалар бойынша дидактикалық ойындар құрастырылған. Бұны ары қарай таныстырып та керек емес. Сыныптар бойынша реттеліп қойылған. Келесі окошкамыз бізде онлайн тақталар окошкасы. Мына жерден біріншісін таңдап, сол жерді көрсете салайын. Бізден бір 10 шақты онлайн тақталар окошкалар көрінеді. Біріншісіне кіріп көрдік. Мына жерде старт дегенді басамыз. Старт дегенді басқаннан кейін сіздің алдыңызда дайын түрдегі онлайн тақта шығады. Бұл тақтаның басқа тақталардың айырмашылығы, фигураларды қоя аласыз, уақытты таймерді бекіте аласыз, тағы да басқа анимациялар. Әрбір тақтаның артықшылығын айтуға видеода көп уақыт кететін болғандықтан тек осы бір тақтамен таныстырып өтем. Келесі окошко көрнекіліктер окошкасы. Көрнекіліктер окошкасын бассаңыз, дайын Telegram чатқа жібереді. Ол жерде 1500-ға жуық дайын көрнекіліктер бар. Мұғалімдер ең жақсы меңгерген нәрсе деп Телеграмға жинап қойдық бұны. Әрі қарай бізде тақырыптық тапсырмаларды бассаңыз, КТП бойынша тақырыптар шығады. Соответственно, жанында скачать деген кнопка бар. Скачать етіп алу арқылы тақырыптарды көретін боласыз. Алдағы уақытта әр тақырыпқа түсіндірме, видео сабақта салатын боламыз. Одан кейін бізде олимпиада есептері тоже в таком образе. Дәл осылай бізде келесі бір окошко қосылады. Ол жасанды интеллектпен жұмыс жасау, презентация дайындау, қымыжы дайындау, тағысын тағы дегендей. Сіз қазір бір реттік төлем арқылы өз пакетіңізді сатып алу арқылы бұдан кейін қосылған материалдарға ешқандай ақы төлемейсіз. Осы видеоны көріп боласыздар. Егер жылдық пакет сатып алам дейтін болсаңыз, мен сізге тек осы видеодан кейін 10% скидка жасай аламын. Өзімде мұғалім болғандықтан мұғалімдердің состояниесін ескере отыра ең разумный цена қойдық. Мен сізді WhatsApp-та кері байланыста күтетін боламын. Маған жазып, өзіңіздің 10% скидкаңызды алыңыз.